Малинаны қай мезгілде сатып алған жеген жақсы? Ең тәтті малина 1 маусым июньнан бастап 20 шілдеге дейін болады. Ең тәттісі малина ясина. Бұл қазір көріп отқандарыңыз малина конфетка. Бұл 1 граммнан 2 граммға дейін болады. Малина ясина 3 граммнан 5 граммға дейін болады. Ол ең тәттісі. Одан кейін негізі барлық жазғы малиналардың дәмі тәтті болады. Олардың салмағы 1-2 грамм болады, майда болады. Сөйтіп ажыратасыздар. Ірі малина болып жатса көктемде, ол ремонтантный сортты 2 терімге қалдырған жағдайдағы малина болады. Дәмі қышқыл болады, немесе дәмсіз болады. Егер арзан малина қажет болып жатса, онда 10 тамыз августтан 1 сентябрьға дейін аласыздар. Бағасы ең төмен болады. Ол кезде ремонтантный сорт малиналар піседі. Салмағы үлкен, жидегі ірі, 4, 5, 6, 10 граммға дейін болады. Әдемі, бірақ дәмі төмен болады. Сол кезде ең арзан малина болады. Денсаулыққа пайдасы аздау. Одан кейін 15 сентябрь қыркүйектен бастап қар түскенге дейін тутаймерлар піседі және ремонтантный малиналар піседі. Оларды ажырату сәл қиындау, дәмімен болмаса, дәмі тәтті болады ремонтантный тутаймерлерді, ремонтантныйларды дәмі төмен болады. Бірақ дәмі кіреді күздің күні сентябрьде ремонтантный сортқа. Қайтадан тутаймерлердің ішінде малина ясина ең тәттісі. Оны тек дәмімен көресіздер, дәмі тәтті болады. Солай 3 мезгілде сіздер осы 3 уақытта сіз малина жеуге сатып алуға мүмкіндік бар. 8708 171 9378. Малина көшетін сатамын, ежі малина көшетін сатамын, қарақат көшетін сатамын. Ақылы кеңес беремін. Қалай өсіру керек, қалай егу керек. 8708 171 9378.